Бүгін Таразда қалалық мансап орталығының ұйымдастыруымен бос жұмыс орындары жәрмеңкесі өтті. Жұмыс іздеушілерге 25 мекемеден 180 бос жұмыс орны ұсынылды. Жұмысшы мамандықтардың беделін арттырып, жұмыссыздардың жұмысқа орналасуына ықпал етуді мақсат еткен іс-шараға әртүрлі жастағы қала және өңір тұрғындар арнайы келген. Студенттер де жәрмеңкеге келіп, бос орындармен танысты. Очень полезны такие ярмарки, они помогают молодежи. Мұндай жәрмеңкелер өте пайдалы және жастарға болашаққа мамандық табуына көмектеседі. Менің ойымша, қазіргі таңда Таразда жұмыс табу қиын секілді. Егер осындай жәрмеңкелер жиі ұйымдастырылса, жақсы болар еді деп ойлаймын. Атап айтқанда, именно біздің Гелиос Тараз филиалы бойынша бізде 40 вакансия бар. Кассир, пистолетчик, электрик, сварщик, инженер КПА, энергетик, теплотехник сияқты вакансиялар қазір орын алып отыр. Бірақ та бізде мансап орталығының арқасында бірге жұмыс жасаймыз. Солардың арқасында бізде көп вакансияларымыз жабылуда. Бұлардың жұмыстарына рахмет айтамын. Біз бірге тығыз жұмыс жасаудамыз. Жұмысшылар жылы адал еңбекті насихаттап, жұмыссыздықпен күрес қарқынды жүреді дейді ұйымдастырушылар. Алдағы уақытта да облыс аумағында 30 сынды жәрмеңкелер өткізу жоспарланған. Нұрбақыт Тұтқышбек, Гүлнәр Тайжан, Нұрбол Қыстаубек, 24 News.